Баршаңызға қайырлы күн. Менің парақшама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін каналымда үйдің сүзбесі қосылған, қамыры жұмсақ, дәмі өте керемет болып шығатын тәтті булочкиді дайындайтын боламын. Ол үшін ең алдымен ыдысқа 2 жұмыртқаны, кішкене шекерді, тұзды және кеспе дрожжды салып, әбден біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Одан кейін 1 кесе жылы сүтімізді құйып, тағы да араластырамыз. Енді дүкеннің сармайын баяу отта қойып ерітіп, 1 кеседей еріген сармайды құямыз. Майды құйғаннан кейін тағы да әбден көпіргенше араластырып, құйдық. Енді тағы да араластырып, үстіне қайнаған судан кішкене қосамыз. Судың жылылығы, сұйықтықтың жылылығын қарап, тағы да араластырып, енді алдын ала дайындап қойған, електен өткізіп дайындап қойған ұнымыздың үстіне құйып, дрожжымызды, ұнымыздың басын біріктіріп, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды әбден илеп, иінін қандырып, бірнеше рет басып, табақтың бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге қоямыз. Нанымызды 2 сағатта көтерілгенге дейін 2 рет қайта басып, енді көтерілуін күтеміз. Сол екі орталықта сүзбемізді дайындап, кішкене шекерін қосып, 1 жұмыртқаны қосып, сүзбемізді араластырып, дайындап қоямыз. Енді нанымызда көтеріліп, қолымызға және нан қамырдың бетіне кішкене сұйық майды құйып, барлығын біркелкі етіп, бірдей бөлшектерге бөліп дайындаймыз. Одан кейін духовканың патносын алып, барлығын бірдей қылып патносқа реттестіріп қойып, және бетін сүзбе салатындай етіп, стаканның түбімен дайындаймыз. Стаканымыздың түбін ұнға батырып, жабысып қалмас үшін сүзбені орнын дайындаймыз. Осы кезде духовкамыздың астын жағып, қыздырып дайындап қоямыз. Енді дайын сүзбемізді булкидің ортасына салып, жан жағын, жұмыртқаның сарысын жан жағына жағамыз. Кішкене бір жарты сағаттай қоя тұрып, қызып тұрған духовкаға саламыз. Булкиіміз жұмсақ, тәтті және қызарып, өте керемет болып піседі. Сіз де осы рецептпен жасап көрсеңіз болады. Егер де маған тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, видеоларды соңына дейін қарап, өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіз.